Мен сізге өте терең ойға батыратын сұрақ қоямын. Не үшін адамдар көбінесе бір нәрсені жоғалтқан кезде ғана сол нәрсені бағалай бастайды? Өткен кезде Инстаграмда мен бір видео көріп қалдым. Ол видеода ностальгировать ететіндей видео көрсетілген. Фонында жылы музыка, столда видеокассета, ескі телевизор, қабырғада бұрынғы әншілердің альбомдарының плакаттары жабыстырылған. Сосын сол видеоның астында 2000-нан астам адам пікір қалдырған екен. Соны ашып қарап оқып бастадым. Сөйтсем көп адам сол сәтке қайтсам ғой деген ой білдірген екен. Эх, были же времена дегендей. Сол кезде мен ойланып қалдым. Не үшін адамдар бір нәрсені жоғалтқан кезде ғана сол нәрсені қайтарғысы келеді? Неге сол сәтте болған кезде ол ондай маңызды, құнды болмады сол кезде? Неге сол нәрсе өтіп кеткеннен кейін тағы да сол нәрсені қайтара алмайтын кезде ғана адамдар сол уақытқа қайтқысы келеді? Мүмкін дәл қазіргі уақыт өте болашақта бұл да өткен шаққа айналады ғой. Сол кезде мынандай ойға келем. Мүмкін адамдар осы шақта болып жатқан нәрсені бағаламай, қазіргі шақ өткен шаққа айналған кезде ғана жылдар өтіп, сонда ғана құнды бола ма? Көп адамдар байқасаңыз қазір кезде осы шақтағы сәтті көрмеуі мүмкін, жақсы сәттерін бағаламауы мүмкін. Бірақ жылдар өтіп, неше жыл өтсе, сол кезде сол сәтті жылы естеліктермен байланыстырады. 6-шы сыныпта оқитын жиеніммен оның оқыған балабақшасының алдынан өтіп бара жатсақ, ол маған былай дейді: Эх, были же времена, здесь во дворе играл с детьми деп айтады. Жылы сезімдерге бөленіп, сол сәтті еске алады. Мен оған айтам: ты же все еще в детстве десем, күліп қояды. Тағы да өткен кезде 100 жасқа келген өте бай адамнан бір журналист сұрап жатыр: сіз не жайлы армандайсыз деп. Ол кісіде барлық нәрсесі бар. Бірақ не жайлы армандайсыз деп сұрақ қойды журналист. Сол кезде ол былай айтады: мен 90 жасыма, жастық шағыма қайтсам ғой деп армандаймын дейді. Сіздер не ойлайсыздар? Не үшін адамдар бір нәрсені жоғалтқан кезде ғана соны бағалай бастайды? Мүмкін дәл қазіргі осы шақ, уақыт өткенде бұл да өткен шаққа айналар.